Привет всем! Кеше осы самсақты сақтап, тұра деген задание алып, кухняға бардым да патшақ-патшағын шығарып турап тастадым. Содан кейін қуаныш жүгіріп келіп, бізді екеуміз ойнадық. Возможно, кивап істемейтіні жоғылдым. Bir кезде арасап, мама уж фашт дайындап тастапты. Ішіне құрамына 2 картошка салып, тұзын бұрышын араластырып, уже істеп, котлеттің формаларын келтіріп, жасап жатыр екен. Осылар барлығын әдемілеп жасап, тізіп, қазға тізіп қойды. Не барлығы істеп, тосып тұрғашын мен ұрады екен деп. Сонысыларын барлығын істеп, тізіліп тұрған жерінен фық етіп, барлығын істеп, табаданға мая құрвалады. Екі жағында қызартып тұрып, әдемілеп тұрып, құрады. Не қараңыздар, барлығын істеп, салып, пышақ-пышағын шығып тұрып, құрады. Не екі жағынан қызарып керек, осы секілді әдемі болып, қарап алыңыздар. Міне, қорланда осындай болу керек. Котлеттердің түрі өте дәмді, пальчики оближешь деген котлеттер болады. Бұл енді соңғы емес. Бұдан кейін бұларды осылай картошка салып, картошканың үстінен істеп, барлығын істеп отырғызамыз. Кезек-кезеңін отыр деп барлық котлеттерді судан кейін барып, крышкасын жауып, бос табаданымыздың дұрыстап тұрып, картошка піскенше барлығын істеп болаймыз. Тадам, котлет готов.